Сәлем достар, біз сіздермен бүгін өте жұмсақ әрі тез дайындалатын балды торт жасайтын боламыз. Бізге керек жұмыртқа, разрыхлитель қалауымызша, және де пищевой сода, шекер, бал және май керек болады. Балды және шекерді және сары майымызды осындай тереңдеу ыдысқа салып, баяу отта барлығы бір келіп болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің жаймендеп бір келкі массаға айналып жатыр. Міне осылай түсі өзгере бастайды. Біз міне енді түсі өзгеріп жатыр. Міне түсі өзгерді. Енді астын өшіріп суығанша қойып қоямыз, және де тағы бір екі араластырып жібереміз. Өйткені суыған кезде бұдан да қою қанық түске енетін болады. Сол үшін ертерек өшіргендеріңіз дұрыс. Әйтпесе торттарыңыздан күйгеннің дәмі шығып кетуі мүмкін. Және де басында да айтқан видеоның. Міне суығанша қойып қоямыз. Міне біздің дайындаған массамыз суып қалды, жылып қалды. Енді осыған жұмыртқамызды салып, екіге бөліп салып алайық. Жақсылап араластырамыз. Негізі бұл тортқа миксердің қажеті жоқ. Кез келген құралмен дайындала береді. Байқасаңыздар, массамыздың түсі өзгерді. Барлығын салып жібереміз. Массамыздың түсі өзгерді, жақсылап мына араластырып алдық. Енді осыған біз ұнымызды жаймендеп бөліп салатын боламыз. Өйткені әр өнімнің тығыздығы әртүрлі. Массамыз қою болып кетуі мүмкін. Енді арасында торттарымыз жақсы көтерілу үшін мен аз разрыхлитель саламын, қамыр қопсытқыш, кешірмейтін. Ары қарай вилканың көмегімен жүгінетін боламыз. Өйткені қамырдан жақсы араластырамыз вилкамен. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий жазып кетулеріңізді сұраймын. Өз пікірлеріңізді бөліссеңіздер комментарияда. Маған сіздердің айтқан комментарияларыңыз өте үлкен шабыт сыйлайды. Сол үшін бір сәттік уақыттарыңызды бөлулеріңізді сұраймын. Осымен қамырымыз, қоржығымыз дайын болып қалды. Қоюлығы міне дәл осылай болу керек. Өйткені біз өте жұмсақ балды тортын жасайын деп тұрмыз. Қамырымыз дайын болды. Енді печкамызды 150 градуста алдын ала қыздырып алып, бұл коржықтарымызды салатын боламыз. Ең алдымен сіз осы дайын массаны 3 немесе 4 бөлікке теңдей етіп бөліп алғандарыңыз дұрыс. Міне мен теңдей етіп 3 бөлікке бөліп алдым. Өйткені қамыры коржығымыз қалың болып ісіп піседі. Сол үшін 3 бөлікке бөлдім. Міне достар, мен алдын ала осылай дайындап алдым. Енді бұны 150 градуста жақсы қыздырылған печкамызға салып пісіріп аламыз. Міне шеттерінде түзулеп алдым. Енді 150 градуста пісіріп аламыз. Міне достар, менің қоржықтарым пісіп жатыр. Енді сіздерге торттың дайын болған кезін көрсетемін. Міне достар, біздің қоржықтарымыз дайын болды. Өте әдемі қоржықтар шықты. Енді кремімізді жағып, тортымызды безендіруге кірісеміз. Ал бұл мен
Коржиктерді тегістеген кезде, түзелеген кезде, мына осы артылғандарын қазір торттың бетін сәндеуге жарататын боламыз. Ол үшін бұл сынған қалған коржиктерді жақсылап ұнтақтап, езіп алып, торттың бетіне себетін боламыз. Достар, мен кремнің дайындалу жолымен келесі видеода бөліскен болатынмын. Кіріп көрсеңіздер болады. Міне достар, тортымыз дайын болды. Кремімізді жағып алдық. Достар, бұл тортты жасап көріңіздер. Міндетті түрде өте дәмді торт болып шығады. Ас болсын.